Сәлем достар, сіздермен бірге BNI Group және бүгін бізде қашқан қыз шикі балықпен қоректеніп, суда баласын туып, металл контейнердің ішінде теңізді кесіп өтетін туралы «В никуда» атты фильмі. Фильм Испанияда ресурстарға қатаң бақылау жүргізілгені туралы қысқаша анықтамадан басталады. Өйткені адамдар көп, бірақ азық-түлік аз. Бұл жағдайға наразы азаматтар жеңдерін орап, жұмыс істеудің орнына материалдық иеліктерге әлі де қалған ең жақсы елдерге жүгіреді. Жасырын қашқындардың арасында ерлі-зайыптылар Мия мен Ника бар. Олар порт аумағына кіріп, қарулы контрабандистермен бірге контейнерлердің арасына жасырынып, ит патруліне немесе прожектор сәулелеріне түсіп қалмауға тырысады. Бірақ қону алдында ошлый кәсіпкерлер бағаны көтереді, және ерлі-зайыптылар жақсы өмір сүру үшін үйлену сақиналарын беру керек. Осыдан кейін олар басқа қашқындармен бірге Ирландияға саяхатқа шығатын контейнерге отырғызылады. Біреу планшетте дракондық әдістермен жоқшылықпен күресіп жатқан үкімет туралы қорқынышты бейнені көреді. Оның ішінде қарттар мен жүкті әйелдер бар. Мияда екі қабат екенін білеміз, және қалған заңсыз иммигранттардың арасында балалар мен аналарға толы. Азанда контейнері бар жүк көлігі жолға шығады. Мия мен Ник өзінің болашақ баласын болашағы мен тағдырын айтып отырып, олар сондай-ақ үкімет алып кеткен Ума есімді бірінші қызын есіне алады. Мия біз оны қалдырып кеттік деп алаңдайды, бірақ Нико қызының қайтыс болғанына сенімді. Жүк көлігі тоқтаған кезде басқа контрабандистер контейнерді сыртынан ашып, қашқындардың жаңа партиясын ішіне кіргізеді. Бутлегер заңсыз иммигранттарда тағы да бір фургон күтіп тұрған және адамдардың жартысын сыртқа шығаратынын түсіндіреді. Олардың арасында тәрбиелік бөксемен соқ қалған Нико екені белгілі болды. Жүкті әйел күйеусіз қалады және оған телефон арқылы қоңырау шалады. Күйеуі оған не істеу керектігін айтып және қорықпауын сұрайды. Кейінірек әйел қабырғадағы тесік арқылы электорат ауысу үшін кезекте тұрғанын көреді. Бұл процесте тәртіпсіздіктер ұйымдастырады. Көшедегі солдаттар арнайы торларға тиелген жас балалар мен жүкті әйелдерді ұстайды. Көп ұзамай көлік жол тосқауылына келеді. Онда Мия сарбаздар жүргізушінің жүк құжаттарын тексеріп жатқанын көреді. Сарбаздар ішін тексеру үшін контейнерді ашады, бірақ ішінде тек бірнеше қорап көрінеді. Жолаушылар ең соңында жалған қабырғаның артында тығылып қалған. Бірақ тексеруші математиканы біледі және импровизатордың көмегімен ішіндегі контейнердің ұзындығы сыртынан қаншалықты аз екенін тексереді. Инспектор жасырынғандардың бәрін шығу үшін қабырға арқылы сөйлейді. Әйтпесе ол атуға бұйрық береді. Мия биік қорапқа көтеріліп және төбенің астына тығылып қалады. Қалған әйелдер шығып жатқанда сарбаздар бұйрық алып оларға оқ жаудырады. Ішіндегі барлық адамдарды, соның ішінде ғажайыптан аман қалған қызды өлтіреді. Сарбаздар тексеруді аяқтағаннан кейін олар контейнердің жоғары жағында тығылып қалған Мияны байқамай жауып тастайды және ол жалғыз қалып қалады. Ол шұғыл түрде күйеуіне жасырынып үлгеру үшін дауысты хабарлама жібереді. Біраз уақыттан кейін әйелмен бірге контейнер кемеге тиеледі. Мия күйеуімен байланысқа тұрысады, бірақ оның телефоны өшірілген. Қабырғадағы оқ тесіктер арқылы қайықтың бортында екеніне көз жеткізгеннен кейін әйел лақтырылған басқа біреудің сөмкесін тауып және ұзақ сапарға ыңғайлы жайғасады. Біраз уақыттан кейін ол ұйқыдан оянып кетеді, себебі сыртта дауыл болып жатыр. Мияны қабырғадан қабырғаға лақтырады. Ол үшін қағып көмекке шақырады, бірақ матростар оны естімейді. Бір сәтте теңіз өзінікін алып кемені аударып тастайды. Ал онымен бірге жүк контейнерлері құлайды. Қатты соққыдан құлап, Мия есінен танып қалады. Ол есіне түскенде контейнер жартылай су астында. Ол оқтың тесіктеріне қарап, басқа металл жәшіктерін толқындарда тербеліп тұрғанын көреді. Әйел телефонды ұстап алады, бірақ ол сынған. Содан кейін ол қайтыс болған әйелдің телефонын алып үш рет дұрыс емес пароль жазып бұғаттап тастайды. Құтқару жолындағы келесі қадам жүк жәшіктері. Олар толы пайдасыз электроника. Бірақ олардың бірінде киімдер бар. Қыз бірден таза және құрғақ киініп, сол сәттердің арасында изолента тауып алады. Мия су ағын азайту үшін оқ тесігін қалай да болсын жабуға тырысады. Кейін дымқыл күнделік фотосуреттер көріп, әйел күйеуін есіне алады. Біраз уақыттан кейін ол жақын жерде айғайларды естиді. Тесік арқылы жақын жерде орналасқан контейнер байы су астына түсіп жатқанын көруге болады. Шамасы оның ішіндегі адамдар көп болды. Олардың салмағының астында металл қорап су астына түсіп, бір үлкен гробқа айналды. Сим-картасын батырма аппаратына ауыстырып, Мия күйеуіне қоңырау шалуға тырысады, бірақ нәтижесіз. Жылай отырып ол қоңырау түймесін қараңғы батқанша басып отырады. Қалта пышағын алып ол батып кетпес бұрын өз-өзін өлтіруді шешеді. Қолына пышақты апарғанда ол ішіндегі баласының қимылын сезіп төсекке жатуға барады. Ол контейнердің ішіне су жиналып жатқан кезде оянады. Қисайту үшін жеткілікті су жиналды. Содан кейін қалған тесіктерге одан да көп тұзды сұйықтық кіре бастады. Дүрбелеңде Мия төбедегі бекіткіштер ұстап, өзінің уақытын сәл болсын ұзартады. Бірақ ол су астына түскенде үнсіз айғайлап оянып кетеді. Бұл тек қорқынышты түс. Өмір сүру үшін күресті жалғастыра отырып, төбеде тұрған коробканы ашу үшін коробкаларды жылжытады. Оны ұстап тұрған кабельді кесіп, Мия ішінен пластикалық контейнерлер табады. Неліктен тамақсыз контейнерлер қажет деп ойлайды, бірақ содан кейін ол резеңке тығыздағышты қақпақтан кесіп тастай алатынын түсінеді. Осы резеңкелерді бірнешеуін жинап, оқтың тесіктерін жауып тастайды. Телевизор коробкасынан шлангтарын шығарып, оның көмегімен аздап суды қайтадан ағызуға болады. Содан кейін ол фотосуреттерді кептіреді. Қолда бар құралдарды түгендеп, кенеттен белгісіз номерден қоңырау соғылады. Телефонның арғы жағында Ник.
Ол жүк көлігінің жүргізушісі оларды тіпті бақылау өткізу пунктіне жеткізбей жолда тастап кеткенін айтады. Ал Мия айсбергтегі пингвин сияқты теңізге қарай жылжып бара жатқанын айтып, өмір сүру үшін күресті жалғастырады. Біраз уақыттан кейін сырттан найзағай естіледі. Ауа райы нашарлайды. Жаңа дауыл сезімнің өткірлігі үшін жеткіліксіз сияқты босана бастайды. Дауылдың сүйемелдеуімен шайқас жүріп жатқанда Ник қоңырау шалады. Бірақ жауап берейін деп жатқанда әйел телефонын суға түсіріп алады. Сонымен қатар кейбір тесіктерден жауып қойған резинкалары өз орындарын ұшып кетті. Ол алдын ала жеткізілген тесіктерді шұғыл түрде жабуы керек. Нәтижесінде Мия баланы тікелей суда туады. Нәресте дем алмайды, бұл оны қорқытады. Бірақ арқасынан ұрғаннан кейін бірінші айғайын шығарады. Жаңа туған ана ағаш қорапта жасырынып плацентаны контейнерге бүктеуге мәжбүр болады. Өйткені кіндікті кесетін ештеңе жоқ. Келесі күні ол нәрестені коробкадан тауып алған киімдерден бесікпен жабдықтайды. Оны тамақтандыруға тырысады, бірақ баласы ембей қояды, өйткені ол өзінің жейтін ештеңесі жоқ. Осыдан нәресте тоқтамай жылайды. Бірақ бір сәтте әйел лактацияны бастайды және қызының тамақтандыруын үлгереді. Ән айту арқылы нәресте ұйықтап қалады. Мия жабдықтың азық қалдықтарын саусағымен сорып алады. Әйел табылған бұрағышты пайдаланып контейнердің төбесін тесіп бөлікті сындырады. Алайда жоспар аяқталғанға дейін бірнеше тесік бұрғылау қалған кезде батарея отырып қалады. Мия суға батқан телефонның сим-картасын қайдадан сынған смартфонға ауыстырады. Бірақ сенсор жауап бермейді. Жынданып заттарды лақтырып жатқанда әйел ұмытылған қалта пышағын табады. Ол мен контейнердің төбесін ашуға тырысады. Бірақ көп ұзамай күші таусылып қалады. Аштықтан оянып, суда жүзетін пластикалық контейнерге келеді. Олардың бірінде плацента бар. Оған әйел ашкөзбен қарап, жей бастайды. Біртүрлі дыбыстар оны осы әрекеттен алшақтатады. Сыртына теңіз тұрғыны контейнерге соғылады. Жаратылыс Мия мен нәрестені жалыққанша қорқытып, қабырғаларды ұруды жалғастырады. 6-шы күні пышақтың жүзі ақыры жарамсыз болып қалады. Ал ауыз су аяқталды. Мия теңіз суын ішкісі келіп, бірақ төбеден конденсатты жалауды жөн көріп, өзін-өзін ұстап қалады. Сусыздану мен аштықтан әйелден галлюцинация басталады. Ол үлкен қызы Ума, содан кейін күйеуі Ник жұбату үшін пайда болады. Әйел жоғарыдан су ағып жатқаннан оянады. Төбеде бұрғыланған тесіктерден жаңбыр жауып жатыр. Ол ішетін су алу үшін пластикалық ыдыстарды қояды. Содан кейін белдікті тесіктерге итеріп, әйел өз салмағын пайдаланып металл люкті ашады. Оны қызымен бірге өту үшін жеткілікті түрде бүгеді. Теңіздің кеңдігі мен батып бара жатқан күнді тамашалау үшін сыртқа шығады. Кейінірек қолмен жасалған жүргектерді бортқа лақтырған кезде әйел баланың нәжісі аш балықты тартқанын көреді. Шеге мен арқанның көмегімен қарабайыр найза жасап, балық аулауға тырысады, бірақ нәтиже бермейді. Аспанда ұшып бара жатқан ұшақты байқап, айнаның сынығын күн сәулесімен белгі беруге тырысады. Бірақ люктен шығып бара жатқанда аяғын терең кесіп алады. Сондықтан уақытынан бұрын қан кетпеу үшін әйел өз-өзін емдеуге мәжбүр болады. Атап айтқанда, жараны импровизацияланған құралдармен тігу, ауырсынуды жеңу және алкогольмен дезинфекциялайды. Жәшіктердің бірінде наушник тауып, AirPods емес обычный наушник екенін көріп қуанып, сет өре бастайды. Толық жүргекті пайдаланып, жем ретінде ол алғашқы балықты ұстай алады. Сушиді адамдар шикі жейді деп оны кеміреді. Бәрі-бірі пісіруге ештеңе жоқ. Саяхаттың 9-ші күнінде Мия эконом-класс контейнерді су басып қалмас үшін борттан су құюмен айналысады. Балық аулау баяу жеміс береді. Тіпті пластикалық ыдыстарда қор жинай алады. Сондай-ақ ол кішкентай контейнерлерді бөтелкелер сияқты пайдаланады. Олардың ішіне хат жазып, оларды жүзуге жібереді. Бұл уайымдардың артында тағы бірнеше күн өтеді. Наил қызына әжесінің, отбасы әкелері мен үлкен әпкесі туралы айтып, альбомда көрсетеді. Ол сондай-ақ елде не болғанын айтады. Азық-түлік жоқшылығы режим деп аталатын билікке алып келді. Қызының қызуы көтеріле бастағанда Мия қажетсіз термостан шүберек пен алкоголь бөтелкесінен кішкене шам жасайды. Ол қараңғыда контейнердің қабырғасын қайталап жатқан дауыс естіп сыртқа шығады. Оның көз толқындарына тербелеткен пластикалық ыдыстардың бірі. Дәл осы сәтте телефон қоңырауын естиді. Как будто жақын жерде ұялы байланыс мұнарасы жүзіп жүрген сияқты. Сынған экранға қарамастан жауап береді. Бірақ күйеуі оған келе алмайтын және оны солдаттар атып тастаған айтады. Ол қан жоғалтудан қайтыс болады. Және көз жасын ұстай алмай қоштасуға шақырды. Қызы туралы оған бәрі жақсы екенін айтады. Және әкесінің дауысын есту үшін оған телефонын алып келеді. Смартфонның батареясы отырғанда әңгіме үзіледі. Әйел қалтасынан күйеуінің соңғы сыйлығын алады. Олар онымен жоқшылығы жоқ елге сәтті келуін атап өтуі керек еді. Контейнердегі су 26-ші күні көтеріле бастайды. Оны жеткілікті сорып алу мүмкін емес. Қашқындар контейнердің төбесінде өмір сүруге мәжбүр. Ол әлі де жүзіп жүргенде, бұл қысқа уақыт екенін түсініп, әйел пластикалық ыдыстардан және наушниктардан плот құра бастайды. Бұл процесте ол шағаланың балықпен қорек кеніп жатқанын байқайды. Яғни жер жақын жерде. Фотосуреттерді алу үшін соңғы рет төмен түседі. Бірақ ол жүзіп бара жатқан Сникерс күйеуінің сыйын байқайды. Ол оның артынан жүзеді, бірақ дәл осы сәтте кемеге айналған металл қорап суға бата бастайды. Сонымен қатар Мия жүк белдіктерінен тұрып қалады. Ол аяғын босату үшін сүңгіп кетеді, бірақ нәтиже бермейді. Контейнер қазірдің өзінде тереңдікке батырылған. Әйел соңғы сәтте белдікті кесіп бетіне жүзіп үлгереді. Баламен бірге қолдан жасалған плот жүзіп кетті.
Тек жақын жерде жүзіп жүрген кит өзінің әнімен бақытсыз қашқынның жалғыздығын бұзады. Ең үлкен сүтқоректе не істеу керектігін түсінгендей су буы нәрестенің жанына жүзіп өтіп, дем алып қызды суарып, оны күлдіреді. Оның дыбысына назар аударды. Мия қызына қарай жүзіп бара жатыр. Олардың астында киттердің құйрықтарын ұрып жатқанын байқамай, олардың астында бірнеше шақырым су бар. Плотқа жабысып, әйел қызымен азанға дейін жерге жүзіп бара жатыр. Бірақ жер әлі күнге дейін көрінбейді. Шағалаларды шақыру үшін балықтың қалдықтарын лақтырады. Ол құстарды балық аулайтын қайық байқайды. Балықшылар жақынырақ жүзіп, баламен біртүрлі плотты көреді. Оған байланып тұрған жіпті байқап, екінші жағында батып кеткен Мияны көреді. Балықшының қызы суға батып кеткен әйелді шығарып алады, ал ол бірден қызын қолына беруін сұрайды. Балықшы әйелді және кішкентай нәрестесін тауып алған рациямен айтып, қайықты жағаға бұрады. Онда Мия мен оның қызын жаңа өмір күтеді. Егер әрине азық-түлік дағдарысы кенеттен әсер етпесе, және фильм осымен аяқталады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.